Мұсылман бала үшін сауабын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Үлкен қажылықты аяқтаған жамағат Медине қаласына табан тіреді. Мұхаммед пайғамбарымыз мекен етіп жан тәсілім еткен мекеннің қадірі ерекше. Мединеде жасалған дұғалар қабыл болады және әр рәкат намаздың өзіне қисапсыз сауап жазылады. Пайғамбарымыз өзі салдырған мешіттен бастап жерленген жеріне дейінгі Мединенің құлшылық қылар орындары Нартай Аралбайұлының репортажында. Меккеде қасиетті Қағбадағы тауабын аяқтаған мұсылман баласына Мединеге келіп, құлшылық қылу сүннет. Қасиетті қалаға табаны тиген жан алдымен Құба мешітінде намаз оқиды. Бұл Алла үйін осы жерде 14 күн аялдаған Мұхаммед пайғамбарымыз өзі салдырған. Сол себепті мұнда қылған құлшылық умра, яки кіші қажылықты өтегенмен бірдей. Мединенің тағы бір жауһары, ислам дінін ұлықтайтын ең ежелгі дүниелер сақталған мұражай. Мұнда алғаш Құран түскен тау бөктері, пайғамбарымыздың үйі, Ухуд тауындағы соғыста қаза тапқан сахабалардың жерленген жері де қаз қалпында қойылған. Және Құранның алғаш толық жиналған нұсқасы бар. Бұдан бөлек, Мединеге келген мұсылман соқпай кетпейтін мекен қос құбылалы мешіт тұр. Ол кезде барлық мұсылмандар Ақса мешітіне қарап, қазіргі Иерусалимдегі Ақса мешітіне қарап намаз оқитын болған, құбыла тарап сол тарап болған. Бір парыз намазын өзі сахабалармен оқып жатқан кезде Алла тарапынан уақи түсіп, жүзін Мекке тарапына, қазіргі құбыла тарапына бұру әмір етіледі. Сол кезде пайғамбарымыз намаздың үстінде тұрып, сахабалар жүзін Ақса мешітінен Мекке тарапына бұрады. Мединедегі ең басты құлшылық орталығы Харам мешіті. Бұл жерде пайғамбарымыздың қабірі бар. Кейін кеңейтіліп, қоршалып мешітке айналған. Мұнда намаз оқыған пендеге 1000 рәкат намаздың сауабы жазылады. Құлшылық жасаған мұсылман баласы жамағатпен бірге алға жүріп, Мұхаммед пайғамбарымыздың қабірінің қапталынан өткенде оң қолын көтеріп сәлем береді. Әлемде қылған құлшылығыңа сансыз сауап жазылатын, күллі мүмін мұсылман қауымы келуге асығатын қос мешіт Харам деп аталады. Бұған дейінгі репортаждарымызда Меккедегі қасиетті Қағба орналасқан Алла үйін көрдіңіздер. Екіншісі осы Медине қаласындағы пайғамбарымыз жерленген мешіт. Қазір Харамның аумағында қызу құрылыс жұмыстары басталған. Меккедегідей мешіт аумағы кеңейтілуде. Сондықтан бұл айналадағы бірнеше қонақ үй мен сауда орындары сүріліп тасталуда. Мұның барлығы құлшылыққа келген қажыларға неғұрлым қолайлы болу үшін жасалып жатыр. Нартай Аралбайұлы, Болат Дәулетбаев, Сауд Арабиясы Медине қаласынан арнайы КТК үшін.